Тұзаққа түсіп, біз құтқарудан үміт үздік. Ал сырттан бізді саусақ ұзын, тісі қорқынышты бір тіршілік күтті. Ал бұл жерде олардың қаншамасы болды. Жарқылдау! Деп мен Владқа айқайладым. Есіңде ме, олардың жарқылдағаннан қорқатын? Влад телефонмен жарқылдата бастады. Ал ана жақта тағы да рейдтер күтіп отырды. Біз тұзақтамыз. Мүмкін бұлардың бірі құдықтағы рейк, мүмкін біздің құдық шахта жолымен тіркелген болар. Осы кезде біз біреудің қадамдарын естідік. Ол бізге қарай келе жатқанына мен нық сенімдімін. Біреу терезеге қарап қалды. Бұл әкеміз болып шықты. Сендерді мен 4 сағат іздедім. Сосын өзенге барып, осы жерден жарқылдағанды көрдім. Сендер қараңғыда не түсіп жатсыңдар? Қане үйге кеттік? Әке, мұнда рейк, шахтада және орманда. Әкеміз бізге күліп: Сендер әлі рейкпен жүрсіңдер ма? Қане кеттік үйге. Біз әкемізбен кет бар жаттық. Және кет бар жатқанда бір дауыстар естідік. Сосын жердің астына кіріп кеттік. Ештеңе көрінбейді. Тек төбедегі тесіктегі түнгі аспан ғана көрінген. Төбеге міне алмаймыз. Осы жерден шығатын жол іздеу керек. Әкем сенімді болып жарықты қосты. Сосын біз кете жөнелдік. Және біз кет бара жатқанда арттан бір қадамдарды естідік. Әкем бізді біреу аңдып жүргенін түсінді. Ол артқа қарап, бізді кім аңдып жүргенін білгісі келді. Әкеміз бізді шығатын жерге итеріп: "Қашыңдар!" деді. Біз қаша жөнелдік. Біз жарық бір жерді көріп, сол жерге бардық. Және далаға шықтық. Әкем сол жерде қалып қойды. Әкем бізді әлгі құбыжықтардан қорғап, сол жақта қалып қойды. Влад жай тұрмай, көзді ашып жұмғанша 112 мен 102-ге хабарласты. Және осы жерде жабайы жануар адамға тап берді деген түсіндірді. Сосын құтқарушылар мен полициялар келіп, әкемді құтқарды. Әкем жаралы болды, бірақ тірі. Ал жаңағы жерді әкімшілік қоршап тастады. Ол жерде құбыжық бар деп. Ал әкеміз бізге сенді.